Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді, оп-оңай дайындалатын, құрамы өте қарапайым заттардан тұратын түскі ас дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа ұнды електен өткізіп салып аламыз. Сосын ортасын шұңқыр қыламыз. Сосын үстіне жылы суды құямыз. Тұзды салып, араластырып, бірінші күрекшенің көмегімен жақсылап басын біріктіріп аламыз да, сосын қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырымыздың бетін сүлгімен жауып, онымен қақылдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязды кубиктап турап аламыз. Өте майда қылып турауымыз керек. Содан соң картопты майда күштен өткіземіз. Картоптың үстіне пиязды салып, тұз, бұрыш, дәміне қарай саламыз да, қалаған приправаларды салуымызға болады. Сосын жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды алып, видеодағыдай сопақша тәрізді етеміз де, бірдей 4 бөлікке бөлеміз. Содан соң әр қамырды жақсылап домалақтап шығамыз. Енді бір қамырды алып, ұн сеуе отырып, жұп-жұқа етіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Бұл орамаға әртүрлі салма қолдана берсек болады. Мысалы, еттен жасауға болады, сәбіз қосуға болады, асқабақ қосуға болады. Кімге не ұнайды, соны қоса беруге болады. Жұқа болып жайылған қамырдың үстіне кішкене сұйық май құйып, жақсылап щетканың көмегімен жайып шығамыз. Сосын үстіне салманы саламыз да, жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Бізде 4 қамыр болғандықтан, салманы 4-ке бөліп алсаңыздар, теңдей болып шығады. Енді рулетке ұқсатып, орап шығамыз. Дайын орамаларымызды протеинге орналастырып, бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Жақсылап жағып шығыңыздар жұмыртқаны. Ораманың бетіне сәндік үшін күнжіт, тмин, мак сепсеңіздер болады. Ораманы қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Достар, бұл тағамды міндетті түрде дайындап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді, күшті болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Раушан.